Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін мен Ермахан Жонур MTA жобасының 3-ші курс студенті. Сіздерді қайта көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Present Continuous, яғни Learning Grammar Through Positive Action. Present Continuous тақырыбын сіздермен бүгін өтетін боламыз. Ең алдымен Present Continuous дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. What is Present Continuous? Present continuous is a tense we use for actions happening now at the moment of speaking. And also we use present continuous to talk about kind of action that people are doing right now. Яғни present continuous дегеніміз біздің дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Мысалға, мен сабақты сіздерге түсіндіріп жатырмын. Бұл әрекетті мен дәл қазір орындап тұрмын. Яғни бұл бізде present continuous болып саналады. Біз present continuous'ты қалай жасаймыз? Ең алдымен осы сұраққа тоқталайық. Яғни ең алдымен біз болымды сөйлемді қалай жасаймыз? Яғни ол бізде ағылшын тіліндегі positive sentence. Ең алдымен бізде subject болады. Subject дегеніміз ол бізде адамның аты болуы мүмкін, немесе pronoun болуы мүмкін. Pronoun дегеніміз I, he, she, it, we, they, are. I деген мен, you деген сен, he деген ол, she деген ол қызға айтылады, it деген белгілі бір затқа қолданса, we, біз, they, олар. Яғни, subjecттан кейін бізде to be глаголы жалғанады. Ол бізде am, is, are. Am'ді біз Iға жалғасақ, is, he, she, itқа, are, you, we, theyға жалғанады. Және ең маңыздысы verb, және біздің verbімізға ing жалғау жалғанады. Яғни етістікқа ing жалғау жалғанады. Мысалға алатын болсақ, she is helping a friend. She дегеніміз бұл бізде subject болып тұр. Is қолданылады себебі айтып өткенімдей he, she, itқа is қолданылғандықтан бұл жерде бізде is глаголы тұр. Содан кейін бізде verbіміз help, және ең маңыздысы бұл жерде verbқа ing жалғау жалғанып тұр. She is helping a friend. Ол көмектесіп жатыр досына. Содан кейін бізде negative sentence. Negative sentence деген ол біздің болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемді қалай жасаймыз? Ең алдымен дәл passive sentence-тегідей, бірақ бір өзгеріс болады. Ең алдымен subject plus глагол to be, am, is, are, және ең маңыздысы бұл жерде am, is, are, to be глаголына бізде not болымсыздық мағынаны білдіретін сөз жалғанады. Және verb ең маңыздысы ing. Мысалға, they are not shouting. They, біз, айтып өткенімдей we, you, theyға are қолданылғандықтан бұл жерде are болып тұр. Және ең маңыздысы are not shout, айқайлау, ing глаголы. Олар айқайлау жатқан жоқ. Және ең соңында бізде question формасы, яғни сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Сұраулы сөйлемде ең алдымен бізде to be глаголы алдына шығады. Яғни осы уақытқа дейін positive пен negative sentence subject болса, енді бізде to be алдына шығады. Яғни біздің am, is, are'мыз ең алдына келеді. Және одан кейін бізде subject және verb ing. Мысалға, are you being kind today? Келесі мәселе ол бізде keywords, яғни present continuous'та белгі беретін бізге сөздер. We often use this word with present continuous. Олар now, қазір, right now, дәл қазір, at the moment, осы сәтте, today, бүгін, this week, осы апта. This word shows that the action is happening right now. Яғни біз осы сөздер арқылы іс-әрекеттің дәл қазір жасалып жатқанын біле аламыз. Келесі бізде мәселе ол mini practice. We should complete the sentence. Яғни бізге сөйлемдерді дұрыс формада және етістіктерін дұрыс формада жазып шығу қажет. Бірге орындайық. Ең бірінші сөйлем my friend. Яғни бұл бізде жекеше түрде тұр. Сондықтан бізде my friend to be глаголының is helping ing-ді ұмытпаймыз. A younger student. Екінші сөйлем бізде we. Айтып өткенімдей we, they, youға бізде are to be глаголы қолданылады. We are collect ing ұмытпаймыз. We are collecting toys for charity now. Үшінші сөйлем ол бізде I-да бізде am қолданылады. I am trying to be kinder today.
ing жалғауын ұмытпаймыз. Төртінші сөйлем ол бізде they. They'да айтып өткенімдей are қолданылады. Себебі саны көп заттарға біз are қолданамыз. Кешірім сұраймын. We, they, you. They are cooking food for neighbors. Келесі бізде жаттығу, ол бізде correct or incorrect, яғни бұл жерде 4 сөйлем берілген. 4 сөйлемде қателері болса оны анықтап, қателер болмаса ары қарай бізге жалғастыру керек. We should identify present continuous mistakes and kindness action. So let's talk about the first sentence. Бірінші сөйлем, бірге оқиық. She is giving flowers to her teacher. Яғни бұл сөйлемде барлығы көріп тұрғандарыңыздай дұрыс. She да бізде is қолданады, ing да орында тұр. Барлығы дұрыс. Келесі сөйлем ол бізде they is helping old people in the park. Егер де нақтырақ қарайтын болсақ, бұл жерде бізде to be етістігі дұрыс қойылмаған. Алдында айтып өткенімдей, you, we, theyға біз are to be етістігін қолданамыз. Яғни дұрыс нұсқасы they are helping old people in the park болады. Үшінші сөйлем I am sharing my snacks with my friend. Яғни нақтырақ қарайтын болсақ, бұл сөйлемде бізде барлығы дұрыс. Айда am қолданады, ing глагол тоже жақсы қолданылған. Яғни бұл сөйлем дұрыс. Соңғы сөйлем he helping his sister with homework. Нақтырақ қарайтын болсақ, бұл жерде бірдеңе жетіспейді. Яғни бұл жерде біз to be глаголын ұмытып кеткенбіз. Алдында айтып өткенімдей he, she, itқа бізге is глаголды қолданылады. Сол себептен бұл жерде he is helping his sister with homework. Келесі бізге homework. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы write 5 sentences in present continuous about kind actions you or your family friends are doing. Яғни сіздерге present continuous'ты 5 сөйлем жазу керек. Өзіңіздің мейірімді әрекеттеріңіз жайлы, немесе отбасыңыздың, немесе достарыңыздың. Example, I am helping my little brother with homework. Example another, my mom is cooking food for our neighbor. And also additional task for your homework. Draw a small picture for one of your sentences showing the kind action. Conclusion, quote of the day, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Сіздермен бүгін болған мен MTA жобасының 3-ші курс студенті Ермахан Жаннұр. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.